Аштархан облысының Растапуловка ауылында тамыз айында Белла Шахмирзова ұйғылаған балапанлар деп аталған тыншаю лагері әрекетледі. Мұнда ноғай балалардың тыншаюларын пайдалы ем қызықлы етер үшін ян-яқтан ноғай волонтерлар келіп, оларды ойнатып, түрлі әдетлерге үйретіп, біздің халықтың терең тарихымен қызықсындырып, бек ем мәнелі құлықты еттілер. Көп жылдар бойынша Аштархан облысында яшайтан ноғайлар өзлерін татарлар деп санағанлар, ноғай халықтың тарихы хақында аз білгенлер. Өткен 30 жылдың ішінде Аштархан ноғайлардың милет аңламлықлары көпке өскен біз бұзатқа бек қуанамыз. Сосындай амаламалар ейі боларлар деп сенеміз. Бұл мәнелі істе Қарашай-Шеркеш Республиканың сыйлы артисті Майя Рамазанова да қатнасты. 25 ел Майя Сұлтанбековна Қаңлы ауылында физкультура бойынша дәрістер жүргізген. Сонымен біргесіне ноғай бала ойынлары, спорт сынасылары бойынша айрым проект түзген. Сол проекті ол Аштархан облысының кішкей ноғай яшаушыларына көрсеткен. Бұл іс хақында бізге Майя Рамазанова өзі хабарлады. Озған тамыз айында Астарханға барып келдім. Біздің белгілі ноғай қызымыз Белла Шахмирзова Растапуловка ауылда балапанлар деген балаларға тыншаймаға язда лагерь ашқан еді. Онда мен де қатынастым, мастер-класс көргізтіп, балаларды ноғай бала ойынларға үйретіп, сөйтіп келдім. Бек сүйініп, зауқланып алдылар. Балалар десең де ойнадылар. Орға ярады қарбызлар деген ойын, бала ойын, кісенді атлар, ақсақ тауық, қол күрес, қайдан білейм, өгіз мойын, тағы да бір-екі бала ойындарын сөйтіп сүйініп, зауқланып ойнадылар. Тағы да сондағы оқытушылар тіледілер, үзін ойынға үйретіңізді, қобан ноғайларын, күмін ноғайларын ойынын көрсеттіңізді балаларға деп. Ода мастер-класс көргістім, еркек балалар да, қызлар да кәріледілер. Бек ярады оларға, түсіндірдім. Ноғайлар тек Астраханда туы, Қобанда да бар, Дагестанда да бар, Күміде де бар деп біраз историядан да, тарихтан да айттым балаларға, түсіндіріп. Бір 100 бала бар еді лагерьда. Бек ару иғызат, проект Бек ару, сау болсын Белла, о проект балапанларды дүнияға ендірген. Онаға икон разылығымды беремін. Разылығымды айтамын со мектептің администрациясына, директорына, оқытушыларына, саулай волонтерларға ян-яқтан келіп, со балапанларды сүтіп көтерген. Икон разылығымды беремін национально-культурный центр Эдігедің патриотларына, Астарханның сүйтіп на проекті балапанларды биыл өзлерінде алып атқарғанларына. Сау болсын. Сонымен мен сізмен аманласам.